Қыздар булочкалар үлпілдек әрі жұмсақ болып шығу үшін оның қамырын өте жұмсақ етіп илеу қажет. Жұмсақ иледім, бірақ сонда да дұрыс шықпайды деген қыздарға ішіне ешқандай да начинка салмастан сары майыңызды жағып тұрып ыстығындай жұмсақ етіп жеп алатын булочканың рецептімен бөлісемін. Кез келген начинкалы, начинкасыз булочкаларға сай келетін дәл осындай жұмсақ қамыр әзірлеу үшін мен Kenwood'тың дәл осындай қамыр илеуге арналған құрылғысын қолданамын. Жылы су мен жылы сүтке жұмыртқа, қант, аздап тұз және біраз қасық ашытқы салып, бір араластырып алғаннан соң ұнды саламын. Бұл құрылғының ең ыңғайлы жағы дәл осындай батырмасы қажетті жерде орналасқан. Дайын болған қамырға сары майды да салып, тағы да жақсылап иін қандырып тұрып араластырамыз. Тағы бір ұнайтын жері насадкасына қамыр мүлде жабыспайды. Қамырды да осы табақшада ашыта бересіз. Енді қамырды теңдей 10 немесе 11 бөлікке бөліп, тынып алған қамырларды бір-бірлеп жоясыздар да, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, біреуін үлкен, ал қалғандарын бір-бірінен кіші етіп кесіп, осы көріністе жинақтап, қайырып тұрып бір белін буып қойсаңыздар болғаны. Егер бұл қиын десеңіз, өзіңізге ұнаған кез келген тәсілмен түйіп алсаңыздар болады. Енді жұмыртқаны ағымен бірге қоса шайқап жағып, бетін пакетпен жауып, бөлмеде жылы жерге жарты сағатқа қалдырамыз. Бетіне себуге крошка дайындау үшін сары майға ұнды араластырсаңыз болғаны. Мен оны Kenwood'тың көптеген насадкасы болғандықтан сонымен оңай ғана дайындадым. Үлпілдеп тұрған булочкаларымыздың үстіне крошкасын сеуіп, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке саласыздар да беті қызарғанға дейін бетін ашпай пісіресіздер. Қараңыздаршы, булочкалар мақтадай жұмсақ болып шыққан. Бұның құпиясы міндетті түрде пешке салудан алдын бөлме жылуында жарты сағат бетін жауып қалдыру қажет. Рецепт пайдалы болса, лайк басып сақтап алыңыздар және міндетті түрде көп балалы мамалар болса жіберіп қойыңыздар. Пайдалы болады.